Сәлематсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасын қайталау, боксшы. Бүгінгі сабақта амоним, антоним, синоним сөздерді қайталайсың. Амоним, синоним, антоним сөздерді мәтіннің ішінен таба аласың. Суретке қарайық балалар. Кімді көріп тұрмыз? Дәл таптыңыздар, Ермахан Ибраимов. Ол кім? Боксшы. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы боксшы. Мен қазір сіздерге өлеңді мәнерлеп оқиын, ал сіздер мұқият тыңдаңыздар. Боксшы. Шаршы рингте шалт қимыл, қолдары бар гүрзідей. Қарсыласын аямас, ауыр соққы бір зілдей. Көтерілді көк байрақ, танып елді жер жаһан. Шықты рингке серт байлап, Бекзат пенен Ермахан. Өсті ау менің көңілім, жеңген сәтте ағалар. Өркен өріс өмірін, барлық ұрпақ бағалар. Өлең кімдер туралы? Өлеңдегі кейіпкерлер туралы не білесің? Теледидардан боксшылар туралы хабарларды көресің бе? Еліміздің боксшылар туралы дереккөздерден ақпарат тап. Өлеңдегі жазылу қиын сөздерді тап. Олардың жазылуын есте сақта. Келесі тапсырма балалар, төмендегі антоним сөздерді жұп-жұбымен жаз. Кәнекей, сөздерді оқып шығыңыздар. Енді антоним сөздерінің жұптарын тауып алайық. Бірінші, қара. Антонимі ақ. Бар, жоқ. Қол, аяқ. Семіз, арық. Жоғары, төмен. Жақсы, нашар. Кіші, үлкен. Алыс, жақын. Кеш, ерте. Тағында сөз қалып қойды. Жас, қыз. Болды, я? Бәріміз тексеріп алдық па? Жарайсыздар балалар. Келесі 28-ші жаттығу. Жақша ішіндегі сөздердің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ермахан мықты, күшті боксшы. Айжан сұлу әдемі қыз. Ескі көне кітаптарды жыртуға болмайды. Балалар, жақшаның ішіндегі сөздер қандай сөздер олар? Синоним сөздер. Кәнеки тиістісін тауып қойайық. Бірінші, тексеріп алыңыздар сөйлемдеріңізді. Ермахан мықты боксшы. Айжан сұлу қыз. Көне кітаптарды жыртуға болмайды. Енді балалар, сабағымызды қайталап жөрейік. Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздер антонимдер. Мағынасы жуық сөздер синонимдер. Айтылуы да, жазылуы да бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі сөздер амонимдер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.